Сәлем достар, бүгін біз 60 квадрат мынадай дәу үлкен зал бар. 60 адам емін-еркін сиятын. Планировкасы жағынан енді әңгімесі жоқ, тамаша үй көретін боламыз достар. Қазір біз ең бірінші мынау қонақ қабылдау бөлмесі яғни залмен таныстырып жіберейінші. Қарашы, міне екі жағында екі стол орналасқан дәу енді үлкен зал 60 квадрат екен айтып өттім. Барлығы бағалы жиһаздар. Енді бағана айтып жатырмын, планировкасы тамаша деп. Неге? Өткен қарашы, кіреберіс аймағын қандай. 30 адам емін-еркін мына жерге сыйып әңгіме етіп тұрады ғой. Теплый пол, осы кіреберіс аймағы кафельденген, осы аймақтан жуыну бөлмесі және қазақы бөлмесіне дейін кафельденген. Енді осы кіреберіс аймақтан жуыну аймағын бірден көрсетіп жіберейін. Туалет бөлек орналасқан. Қонақтарыңыз келеді жағына мына жерде екі раковина бар, қонақтарға арналған, киім ілуге арналған бөлек өзінің шкафы бар. Мына бөлікте ванна орналасқан, стиралка деген емін-еркін сыйып тұр, тағы бір раковина бар. Осы кіреберіс аймағынан үйдің иелеріне арналған тағы бір шкаф бар ғой, не сұрайсыздар енді. Мынау қазақы бөлме, бағана айтып өткен кең, әр бөлмесі кең. Мысалға, мына жатын бөлменің кеңдігін қараңыздар. Кең, дәу, үлкен жатын бөлме, емін-еркін жүресің. Шамамен айтқанда бір 20 квадрат, 25 квадраттан көптеу деп ойлаймын. Холлы, міне залын көрдік. Залмен бірдей мына холлдың көлемі ше. Мына бөлікте міне жатын бөлмесі бар. Видеоның соңында айтпақшы үйдің сыртын көрсететін боламын қазір. И мына бөлікте тағы да бір жатын бөлмеміз бар. Ендеше үйдің ас бөлмесі қақта деген сұрақ бар шығар. Үйдің ас бөлмесімен және де үйдің сыртымен танысайық. Так, үйден шықтым. Ас бөлмесі бөлек. Емін-еркін мына жерде ас ішесің, тамақ дайындайсың. Вопрос жоқ қой мына үйге деген кәдімгідей. Үйіміз бағана айтып өттім, 2024 жылға жаңа үй. Толығымен ауласын қарайында брусчаткаланған, толық навестелген, автомат ворота, мына жақ бөлігінде гараж, ол да автомат. Сыртқы байқалып тұрған шара күйдірілген қыштан, сырты облицовкамен толық қапталып, жаздық тапчаны бар. Құдды бір Ташкенттегі үйлер сияқты. Жақсы үй, хабарлас.